Өңірде шектеу шаралары кейбір бизнес субъектісіне жеңілдеп, кейбіріне қайта күшейді. Енді жабық базарлар сенбі, жексенбі күндері жұмыс істемейді, ал монша мен сұлулық салондары ішкі ережемен қызмет көрсетеді. Бұл туралы облыстың бас санитар дәрігердің жаңа қаулысында жазылған. Сонымен бірге балаларды сауықтыру лагерлері, мектептердегі асхана, сабақтан тыс уақытта оқушыларды жеке оқыту, ауызашар беру, қала саябақтарында, жағалауда және скверлерде балалар мен ересектерге арналған электромобильдер, самокат, картинг қызметін қолдануға болмайды. Ал спорттық жаттығуға рұқсат бар, тек 30 адамнан артық жиналмауы тиіс. Бас санитария дәрігері дезинфекциялық жұмыстарды да күшейтуге пәрмен берді. Қоғамдық көлікте такси, әуежай, теміржол вокзалдары мен автовокзалдарда, азық-түлік және азық-түлік емес базарларда, аялдама үйлердің кіреберісінде санитария және дезинфекциялық өңдеу қайта жанданбақ. Арнайы мамандандырылған ұйымдар, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттар жабық режимде жұмыс істеуін жалғастырады. Жоғары оқу орындарының бірінші курс студенттері офлайн, колледждердің бірінші курс студенттері қашықтан оқыту форматына көшеді. Сонымен сенбі, жексенбі күндері мына бизнес субъектілерінің қызметі тоқтайды. Олар ашық базарлар, сауна, спа орталық, бассейн, жабық базарлар, жабық спорт объектілер және спорттық сауықтыру орталықтары, фитнес-клубтар, соның ішінде йога орталығы, сауда, ойын-сауық орталығы, сауда желілері.